қаз бабамның 5 тәне ұлы. Бір тәне қызы. Өзі, не деймін мен саға, байдатуы, пқадайдетуы, оста яшаған, бабам қойбаға. 9-9 яшынашы қойбаға. Қойбаға, баға, безе белі оқығысы келе, қаз бабама айтмай, ташлай қойыны шөлге, қаша кеті кезлеуге оқымаға келе. Бабам бек ашулана, қаз бабам. Қайтып келіп, көйімізге бабам ұжа бола. Ұжа бола, оқытасын, қаз бабам көре. Дей бақ, оқыған кіші сапсен башқа бола екен, дей. Тоқта дей, мына кішкене ұлым оқытайым, дей. Шақырайым жеміні оқытып, өзі Ялтаға өз қолыман ап кетіп, педагогический институтта оқытып, оны да ұжа ете. Анам біздің 5 баланы мынандай етіп отырды. Kimse көрмегенде чапып үйден стап келейім деп стап келді. Үйде болған біде бар едім, өтмек бар едім, оны ап келді. Епіміздің тізіп отырды, аш атты. Біздің бір бабам ап келген Черкес деген бір көпегіміз бар еді, ақылы көпек. Анау машинаның арқасынан чап қалай анау көпек асы тілі соңына шықты. Сон солдат bir şey aytты. Солдат bir şey айтқансын, оға мен анам ауызы қабыздады. О солдат, мен оның соңынан сола білем. О солдат айтқан екен, мынау көпек кімнікі, тоқтатайым, ал көпегіңні. Мен 5 тәне көпегім янымда, оны қайда алайым деген. Ола баласы дүгілмей, мені алмайман деп талаш алады. Не де болса, анам алып қайтты, енді қинала. Баба анамман саба саат 4-те кетем, ақшам саат 12-ге келем. Олар есімде. Сон анам болдыр алмады, yok деді, алып кетейім деді omға. Алып кетті, ташлады, қалдым. Шондай күннеді көздік. Алла еді сой дұшманыңа көрсетмесін. Біздің Невада, чевада, евада аладыға да біздағы күннен қайтып келмесін. Бұтақыл қиыншылықлардансын анам кешінді. Не о? 60-шы сене, 61-шы сенесі кешінді. Бабам қаста жатты, оттақыл болмаса Өзбекстанда шутақыл жыл яшады. Аман-аман 30 сене, ана 48-ден 86-ға яшады. Яшаған вақтында мына лаф етеді, түлкі қадымны лаф етеді. Мен де дыңнай отырайдым. Сон бұттақыл көпші айтты белі, енді қаста айтмалы жоқ мы бабам жанына енді 5 балалы болсам да, баба қадым ақында табыши айтсаңыз дедім. Ана шутақыл яшаған кіші, қаста болып төшекке түшкенсін, балам мені мындан алып кеттіңіз, балам мені мындан алып кеттіңіз, мен мында шыдай алмай жақмын, қадымға алып кеттіңіз деп.